Ассалаумағалейкум. Көлік базардағы бағаларын көрсетуге жалғастырамыз. Көлекең, мына жақта уже сіздерге жақсы көліктерді іздеп Мен деген тауып алдым уже біздің каналдың хитін. Тауып алған көрейікші. Кефиро. А? Кефиро. Кефиро. Бұл неге кефиро? Неге жымжы жазылып тұр? Кефиро деп дейсің де? Жоқ бала, әзіл. Бұл көлікті бірінші кезде біз түсірген кезде білмейміз атын. Сондықтан кефиро деп кеттік қой. Ал ол негізі сифиро екен. Содан бұл хитке айналды. Ал бұны көрсек қалайда түсіруіміз керек болады. Неге десеңіз, біздің каналымыздың алғашқы хит көлігі болды. Ішкі жағдайын көрсетіп жіберейін. Мынау бұл сифироның іші шұғылдарын бәрін жаңалап қаптап қойған екен де. Есіктері мынау. Так, ақпаратпен бөлісіп жіберші. 95 жылғы объем 2 автомат, бағасы 2 миллион 300. Телефон нөмірі мінеки. Бұның есіктері де что-то ауыр сияқты, сен естіп қалғанда жабылмай жатыр ғой. Сен BMW сияқты ма? Сен BMW-ні салыстырып жүрсің ғой. BMW-ні жақсы біледі өзі. Ойбай, мынаның көздерін қара. Не ол? Не сияқты болып? Көздерін көтеріп алған ба, қайқайды. Бақа ұқсап тұр ма? Судан шыққан? Оған да ұқсайды. Иә? Совсем жермен жексен екен, мынау. Қанша дейді? Арзан екен. 550 мың дейді. Ең арзан көлік базардағы су тиген көлік десе де бар. 550 мыңға көлік таба алмайсыздар ғой. Телефонын айтайын ба? 550 мыңға көлік жоқ ғой. Ал рекорд осы әзірше. 705, 114, 75, 74. Бүгінгі базардағы рекорд осы. Мынау да арзан сияқты. Қанша деп тұр? Мен қарайын. Жоқ, мынау 900 екен. Вента? Вента дейді ғой. 900 мың. Сіздікі ме аға? Мұның сіздікі. Мынау бұл Вентаның таныстырып жатқанын көрсетіп. Арттан, алдан, жанынан бәрін көрсетеміз ғой енді. Вента деген. Осы Гүлеке таныстырдың ба бәрін? 900 мың 93 жылға. Бірақ Құтты мықты сияқты деп қойым. Ескі көліктер сүйегі мықты ғой енді, біліп тұрсың. Телефоны осы. Тағы да серва, көрмен серва сұрап еді. Соған орай көрсетіп жатырмын. 96 жыл екен, объем 2 миллион 950 мың дейді. Бензинмен жүреді, толық жетек. Телефон нөмірі жазылып тұр. Кешегі серва 2000 жылғы бағасы ұшынып тұрды, 5 миллион 500 деп. Иә? Ну? Білесің ба? Солай ма? Иә. Есінде қалмапты. Ал, неке серва алам десеңіздер. Арнайы сұраған, арнайы көрерменіме түсіріп жатырмын, арнайы түсіріп жатырмын, көрерменнің сұрауы бойынша. Ескі қатарда енді бұндай Тойоталар көп кездесе бермейді енді, Камрилар. Кездескен Камридің өздері осындай. Жақсы ғой, Карина Е деген. Карина Е. Камри деп жатырмын ба мен? Карина Е. Камриде жалпы Тойоталар көп кездесе бермейді ескі қатарда, да, солай ма? Ескі қатарларда көп болмайды. Ал, таныстыра ғой енді. 96 жылғы объем 1.6 механика 2 миллион 300 саудасы бар. Алдыңғы жетек, телефон 77 558 88 17. О, Гүлекең жуылдатып айтып шықты. Енді мен ішін көрсетіп жіберейін. Карина ең шыраймен механика екен. Сырты жақсы. Ал, саудаласам десеңіздер болады. Не тюб қарап отырсың? Ұстап қарап, тюб қарап отырмын. Тексеріп. Мынау Мерседес ескілеу екен, көрсетейік. Ескі қатар. Оу, таныстырасың ба? Мерседес 230-90 жылғы автомат, объем 2.3, бағасы миллион 200 саудасы бар. Телефон 775 650 40 03. Иә, қалай енді саған ұнап тұр ма деп қойын ба? Енді ескі көлік қой. Мүмкін. Иә, жай мініп тастауға алуға болатын болар енді. Бағалар енді арзан емес, бірақ жағдайына қарай, жағдайларына қарап ала береді ғой. Көліктердің жағдайына қарап па, иә. Иә, алардың енді керім емес. Мынау Лада, Орекеңдердің көлігі. Тек Орекеңнен басқа да мінбеймін, не? Жоқ, соларын шығарғанды дегенім ғой. Мінеді ғой бәрі де, жақсы көлік бұл да, жаман деп отқан жоқ. 2014 180 мың пробег, объем 1.6 механика, бағасы миллион 800. Телефон 747 413 78 07. Көліктің жаманы жоқ қой, Гүлеке. Бәрі жақсы жүріп тұрса.
ал мінекей іші бұл грантан есіктері мінекей. Адам болғасын, пенде болғасын түріне қарап қызығып айта береміз ғой. Жоқ, жақсы ғой бәрі, меншен бәрі жақсы. Иә, жүрсе бәрі жақсы. Жүргеннен. Не көрсеткің келіп тұр тағы да? Міне бір Жигулиді көріп кетейікші. Жигулиді қалай көрсетеміз? Айтшы ал Гүлеке. Центральный замок деп жазып қойып тұр еще. 2010 жылғы Жигули механика 1.300.000 саудасы бар. Телефон 702-355-18-58. Ішін көрсетейінші. Жигулилер іштері қандай болады екен. Мынаны қазіргілер балдар білмейтін шығар мына Жигулидің іші қандай екен. Көрсетіп жатқаным ғой. Механика. Бұрынғы сіз бен біздер білеміз. Өзіміз айдадық бұны да. Есіктер міне. Жигули семеркаға болды, семеркаға я. Семерка. Бәрін айттың ба телефон нөмірін? Аха. Телефон нөмірім. Аудиге естіген жоқ я. Аудилар негізі мықты көліктер ғой немістердің. Немекеңдердің. Таныстыршы. 91 жылы объем 2 механика. Бағасы 1.750.000. Телефон 777-317-29-13. Иә. Ішін көрсетесің ба? Алдында қымбат аудиді көрсеттік қой. Мынау іші мінекей. Ішін көрсетесің бе дегесін Гүлекең көрсетіп жатқан. 73 миллион аудиін көрсеттік қой да Гүлеке. Сол ауди ма? Ол қалай ол ауди? Оларға енді вообще сөз жоқ. 73 миллиондық ма? Ол жермен жексен болып отыр да. Самолет ол енді. Телефоным. Матиз деген. Машинаны көрсете бермесейші. Енді сені көрсетейін ба? Иә, мен деген лайк сұрауға ұмытып кетіппін ғой. Бүгін күн дейтін күшті не болып тұрасың, бұлтты болып тұрасың ұмытып кетіпсің сен. Соны айтам, лайк сұрауға ұмытып кетіппін. Достар, лайк басып, күшті комментарий жазып, таратып отырыңыздар. Ол жазады ғой, көрермендер дейтін, жазып жатыр. Қазір жақсы сөздер жазып жатыр, пікірлер жазып жатыр. Лайктарын аяп жатқан жоқ. Тағы да жаза түссеңіздер, Гүлекең сен 100 мыңға жетесің да? 100 мыңға секіріп кетем ғой, 100 мыңға жетіп. О деп. Гүлекеңнің подаркасы бар 100 мыңға жеткеннен кейін. Да? Матиз. Матиздің жағдайы мынау. Қалай бала Матиз? Шолып тұр ма, жүріп тұр ма? Қойшы, өзіңдікі ма? Қазір мен көрсетіп жіберейін жерде. Ценасы 10 миллион ба не? 1 миллион ба? 1 миллион ба? 10 миллионда жыртылмай ақ? Тағы бір нөл тұрғасын жошып кеттім. Год 2011 дейді. Телефон нөмірі міне. Осы 08. Объем 08, бензин татпайды ғой да. Бір заправканың бір жасауасында 10 күн жүресің ба? Газ қондырмайсың ба? Газ керек емес пе? Ал Матиз деген осы. Жақсы ғой, тампайған. Міне Тойота. Жан түсіп кетті ғой жүгіріп. Редкі кездеседі бұлар деген, редкі. Анда-санда кездесіп жатыр. Ал, айта берші. Бағасын 4 миллионнан түсіріп қойыпты, 3 миллион 800-ге әлде де саудасы бар дейді. 2002 жылғы объем 3 автомат. Телефоны 705-130-39-31. Тойота Камри нешелік мынау? Білмей жатырмын. Шатастым. Мына Камри неше? 30 ба? Камри 30 екен. 30 дейді. Қасында не тұр? Ана Тойота қарайық. Тойотаны бастадық қой енді. Не? Қай жыл екен? 94 екен. Ал міне мотордан танайын десеңіздер. Май болып жатыр. Айта бер, таныстыр. 94 жылғы объем 1.6 механика. Бағасы 1.400.000. Так, телефон қазір қарайын. 701-361-32-37. Газда бар, бензинде бар, алдыңғы жетек. Мынандай ақылдар бар енді. Камри неше мынау? Карина екен ғой. Карина Е. Бәсе? Камри деп басып жүрмін. Бәсе Камриға ұқсамайды деп қойыншы. Не көрсетесің тағы? Қарай, әне көкшіл машина не зат екен? Ниссан ба? Қайсы? Ама? Сефиро екен ғой. Мен жазу жоқ екен. Сефиро. Мерседестерді көрсетші, Мерседес. Аппақ бол, аңқиып тұр ғой. Айта бер. Ескі екен, 94 жылғы объем 2.2 автомат, бағасы 2 миллион. Телефоны 702-849-91-88, артқы жетек. Mitsubishi. Қалай? Mitsubishi Диаман. Диаман.
Диамант. Диамант дейді. Міне. Оң жақ руль. Коробкасы автомат. Ішкі жағдайы міне. Басқа не айтамыз енді? Есігі. Есігін түрі мынау. Ауыр екен есігі де. Жақсы екен, сүйегі мықты деген сөз басында. Диамант деп неге жазылып тұр. Бұл екен біліп тұр екен ғой бірдемен. Иә? Айтшы шақ. 96 жылғы объем 2.9 автомат 2 миллион 300. Телефоны жоқ. Subaru кездеспеп еді, мінекей Subaru'ды. Айтып кетейік, 90 неше? 99 ба? 99. Так. Объем 2.9 автомат. біреуінің телефоны жоқ болса, біреуінің бағасы жоқ. Газбен жүреді екен. Иә. Іші былғары деп жазылып тұр. Алдыңғы жетек. Телефон Ашып отыр, сіздікі ма? 925 4200. Іші мынау былғары дейді. Мынау өзінікі ма? Чехолыңыз да? Өзінікі. Былғары, қара былғары. Есіктері мынау. Бағасы қанша? Бағасы жазылмаған ба? 2 миллион 300 дейді. Телефон нөмірі осы саудаласам десеңіздер. Мынау қызық машина екен. Toyota сияқты емес те? Toyota деп тұр бірақ. Да? Иә. Toyota Rom дейді. Жаңа неше адамдық? 4-5 адамдық па кәдімгідей? Кәдімгідей 5 адамдық. Томпақ екен. Rom дейді, мен бірінші көріп тұр. Қазір жағы ашылған екен, багажы жабық тұр екен. Ал, станция. Багажын аштым дейді. Былай ашылады екен ғой. Мінекей іші. Мынау жиналады дейді, үстіне заттар қоюға болады. Руль оң жағы екен. Так. Жағдайы қалай, жақсы ма? Шолып тұр ма? Жүгір. Ішін дұрыстап көрсетейін. Несі қайда? Автомат па? Автомат? Автомат. Есіктері міне. Біреуге таныстырмадың айтты. 99 жыл объем 1.9 автомат 2 миллион 800 саудасы бар. Телефон нөмірін көрсетейін. Жақындатып. Нөр Mitsubishi-ді көрсетейік. Ал күн ысып келе жатыр. Жалтырап тұр ма? Күн ысып келе жатыр. Күн ысып кетті. Енді мен күн ысса сұрайтын бар ғой. Не деп, мына лайк деп, көмектесіңдер, жан жаққа таратыңдар, біздің канал тез-тез 100-ге жетейік деп. Mitsubishi? Mitsubishi жалтырап тұр, енді айт дейсің ғой да. Лайк сұрап алып. Иә. Жақсы күн күтіп ойдаған екен. 2003. Так, бағасы 4.8 екен. Айтып отырсың ба? Алдабайда айтып. 2003 жылғы бензинмен жүреді, автомат 4.8. Телефонын айтайын, 747 602 0308. Mitsubishi кім? Қалай аты? Outlander. Outlander. Mitsubishi Outlander дейтін осы екен ғой. Ну. Так, бағасын бәрін айттың ба? Телефонын көрсетейін. Ой, тұрмай, Opel жарықтықтарда бар екен ғой да? Көп кездеспей ма? Opel'дар көп кездеспейді, бұрынғының машиналары ғой. Бұрынғының көзі деп қоя ма? Кезінде бірінші келген көліктер ғой Қазақстанға. Механика екен. Бірінші осылар келді, Opel'дер келді, сосын Audi 80-діктер келді. Кезінде хит болды олар. Opel'дің жағдайы. Болдың ба айтып? Иә, сен айта бер. 97 жылғы объем 1.6 механика, алдыңғы жетек, іші велюр, бағасы 1 350 000. Не өрінде? Телефон нөмірі мінекей. Астына телефон қойып қойыпты. Подарка қосып берем деп па? Біреу сұрап еді, айтпақшы дамысты. Иә. Сұрады ма? Сұраған сияқты. Сөйсе? Мінекей дамыс. Шапшаң, бұл жүк тасуға өте ыңғайлы. Кеше біздер бір жүк апарамыз деп, қанша? 4000 бірдеме алды. Сонда табыстауға болады. Такси олуға жақсы да, грузовийлер табылмайды. Иә, табыс табатын машиналарға олар деген. Күнде бір 10 рейс шықсаң, қанша сонда естіп жүріңіздер? Яндекспен 4000 бірдеме шықты. Бұл адам таситын екен ба? Жүкті тасуға болады, иә? Конечно, сиденье жатады ғой, келіп отырып қой. Яндексте жүрмеген бір адам бұл машина. Неге? Вообще жүрмеген. 40 000 пробег, 21 Ақша тапқан жоқсыңдар ма не? Бұл чисто для себя алынған. Ақша табатын көлік қой мынау. Енді алып ақша тапсаңыздар болады енді ары қарай. Ана ар жағы жығылып қалған екен, не болып қалды? Ол, короче, қыстың күні інім соғып алған ғой. Машина тайып кетіп, бір машина келіп соққан. Мынау 3 миллион 900 ба? Жат ма? Ол
3,5. А 39 3,5 миллион 2021 жылғы. Шауып тұр ма? Дым істемей ме? Тек минетте кете бере ме? Солай ма? Айдамайсың. Бұл жарықтықтар карбюратор ғой бір нәрсе. Қыста қалай қыста қызу? Қыста қалай қызады? Тек гүр етіп қызады түсе ме? Бұлардың бір несі бар, нюансы бар бұл машинаның. Иә. Жаңасы болсын, ескісі болсын, бұларда карбюратор анда-санда бітеліп қалады, регулировкасы кетіп қалады. Иә. Соны регулировка жасап тұрасыз. Бір жарты жылда бір рет ше. Карбюраторщикке бар ма? Стоға? Иә, Нұржан деген кісі бар ана Ташкентский Чифульнада. Постоянно сол істейді, бәрі таниды Дамазисті. 12 мың теңге регулировка жасап береді, жарты жылдай жүресіз ғой спокойно. Атсыз жарсыз. Ал мінекей күшті ақпарат айтып отыр мына балдар. Өздері мінген, өздері жүргізген болып тұр. Ал дамы салам десеңіздер осы. Осымен бүгінгі түсірілімді аяқтаймыз. Алда тағы да жақсы көліктерді түсіретін Мүмкіндік бар деп қойсайшы. иә сізді қолдап лайк басып 100 мыңға бірге жетуге атсалысып отырыңыздар.